намаз оқымайтын адамның жазасы қандай, немесе намазды тастап кеткен адамның жазасы қандай? Намазды оқымайтын адамның жазасы сол намаз оқымауы. Ол сондай ұлы Алла тағаланың алдында тұрудан махрұм қалып қойды. Одан артық жаза жоқ. Одан артық жаза жоқ. Мына өмір, біз таңды аттырамыз, кешті баттырамыз, басқа бар, жаңағы шаруалар бар, әйтеуір қарбалас өмір. Күні түні жүгіріп жүреді адамдар, бір нәрсеге асығып жүреді. Сол бір сәтте сіз тыныштық табатын сәт, ол бір-ақ сәт. Ол Алла тағаланың алдында тұрып, Алла тағаламен тілдесу, ол намаз. Одан артық ләззат жоқ, одан артық демалыс жоқ. Сол Алла бізге осындай өмірде мүмкіншілік беріп, 5 уақыт өзінің алдында тұрып, демалу сәтін нәсіп етті. Ол бір үлкен рахым Алланың. Сондықтан намаз бастай алмай жүрсеңіз, тезірек намаз бастаңыз.